Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз аппараттық қамтамасыз ету бөлімінің мобильді құрылғылардың сипаттамалары тақырыбын өтеміз. Бүгінгі сабақта біз мобильдік құрылғының не екенін білеміз, мобильдік құрылғылардың түрлерімен танысып, сипаттамаларын салыстырамыз. Балалар, ойланып көрейікші, мобильді құрылғылар арасындағы айырмашылық қандай деп ойлайсыңдар? Компьютерлер сияқты әрқайсының орталық процессоры, тұрақты жады, оперативті жады, басқа құрылғылармен байланыс үшін модульдері және тағы басқалары бар. Бірақ мобильді құрылғылардағы процессорлар жеке пайдаланылмайды. Басқа компоненттермен бірге процессорды құрайтын кристалдағы жүйе ұғымы бар. Мысалы, графикалық үдеткіштермен бір микросхемада орналасқан. Мобильді құрылғылар негізінен қалта компьютері болып табылады. Мобильді құрылғылардың санатына айтарлықтай шағын, өзімен алып жүруге болатын кез келген электрондық құрылғы кіреді. Смартфондар өзіне ұялы телефонның сөйлесу мүмкіндіктері мен қалта компьютерінің интернетке шығу, файлдармен жұмыс істеу, пошта тәрізді мүмкіндіктермен біріктірілген гибрид болып табылады. Смартфонның ұялы телефоннан айырмашылығы оның операциялық жүйесі болады. Планшеттер, ноутбуктер сияқты портативті, бірақ олардың өзіндік ерекшелігі бар. Оларда арнайы планшеттер үшін жасалған программалар іске қосылады. Мүмкіндіктері ұқсайды, бірақ ноутбукты пайдаланумен бірдей емес. Планшеттер смартфоннан сәл үлкен және шағын ноутбуктың көлеміне дейін әртүрлі пішінде болады. Электронды кітап электрондық нұсқада ұсынылған мәтіндік ақпаратты тамашалау мүмкіндігін беретін мамандырылған ықшам планшеттер. Ноутбуктардың басты ерекшеліктері жеңіл салмақтылығында және көлемнің ықшамдылығында. Жұмыс істеу уақыты 1 сағат пен 15 сағат аралығына тең. Ноутбуктер әдетте бүктелген форма факторында жасалған. Ноутбук экранды, пернетақтаны және сенсорлық тақтаны тасымалдау кезінде қорғау үшін бүктелген. Бұл сонымен қатар тасымалдаудың ыңғайлылығымен байланысты. Көбінесе ноутбук портфельде тасымалданады. Бұл оны қолыңызда ұстамай, иыққа іліп қоюға мүмкіндік береді. Ультрамобильді дербес компьютерлер ультра жіңішке және жеңіл субноутбук. Қазіргі субноутбуктармен салыстырғанда аз габаритті және салмағы да жеңіл болады. Сонымен қоса, кәдімгі ноутбуктан еш айырмашылығы да жоқ. Бұл термин Intel корпорациясы 2011 жылдан бастап кеңінен қолдана бастады. Нетбук өнімділігі салыстырмалы түрде төмен, негізінен интернетке шығуға және кеңсе бағдарламаларымен жұмыс істеуге арналған шағын ноутбук. Оның экранының диагоналі 7-12 дюйм. Энергия тұтынуы төмен, құны салыстырмалы түрде арзан және салмағы жеңіл болып келеді. Мобильді құрылғылардың сипаттамалары. Интернетке Wi-Fi немесе мобильді телефондар арқылы кіру. Құрылғыны бірнеше сағат қуаттайтын аккумулятор. Ақпаратты енгізуге арналған физикалық немесе экрандық пернетақта. Бір қолмен ұстап жүру және екіншісімен манипуляциялау мүмкіндігін беретін шағын көлемі мен салмағы. Интернеттен мәліметтерді, сонымен қатар қосымша мен кітаптарды жүктеу мүмкіндігі, сымсыз жұмыс істей алатындығы. Көптеген жағдайларда мобильді құрылғылар 3 түрлі сипаттамалармен анықталады. Портативтілігі, шағын көлемі, сымсыз байланысы. Мобильді операциялық жүйе, смартфон, планшет және басқа мобильді құрылғыларға арналған операциялық жүйе. Мобильді операциялық жүйенің артықшылықтары. Дербес компьютерге қарағанда кез келген жерде қолдануға және алып жүруге болады. Сенсорлы экран, ұялы байланыстың қамтылуы, Bluetooth, Wi-Fi, GPS бағыттауыш, камера, видеокамера, дауыспен басқару функциясы, диктофон, ыңғайлы мультимедиа, музыкалық плеер. Сонымен балалар,
мобилдік құрылғылардың сипаттамалары туралы мәлімет алдыңдар. Енді соған байланысты бірнеше тапсырмаларды орындап көрейік. Бірінші тапсырма. Өз мобилді құрылғыларыңның техникалық сипаттамаларының ерекшеліктерін анықтаңдар. Төменде берілген сілтеме бойынша өтіп, жауаптарыңды салыстыруларыңа болады. Екінші тапсырма. Android операциялық жүйесіне свод талдау жасаңдар. Видеоны тоқтатып қойып, тапсырманы орындаңдар. Ал енді өз жауаптарыңмен салыстырыңдар. Бүгінгі сабағымыздың рефлексиясы чек-лист деп аталады. Сіздерге кесте берілген. Кестенің оң жақ бөлігінде сөйлемдер, сол жақ бөлігінде сол сөйлемдерді толықтыратын жеке сөздер берілген. Керекті сөзді белгілеп қойып, мұғалімге ұсыныңыздар. Үйге тапсырма. Оқулықтың 88-ші бетіндегі мобилді құрылғылар сөз жұмбағын шешу. Бүгінгі сабағымызда пайдаланған ресурстарды экраннан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет.